Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен санарқұлақтың пайдасымен бөліскім келеді. Санарқұлақтар жабайы және мәдени түрде өсірілуіне қарай екіге бөлінеді. Жабайы түрі орманда өз бетінше өсіп жатса, мәдени түрін жылда арнайы фермаларда өсіреді. Мәселен, жабайы түріне ақ, қайын санарқұлақ, терекқұл санарқұлақ және түлкішек санарқұлақтары жатады. Алайда бұлардың бәрін жеуге болмайды. 100 грамм санарқұлақ құрамында 4 грамм ақуыз болады. Бұл көп емес, алайда басқа өнімдермен қоса пісіргенде жақсы нәтиже болады. Санарқұлақтың құрамында май және холестерин мөлшері өте аз. Санарқұлақтар өзінің құрамындағы глутаматтың мөлшері көп болғандықтан ерекше дәмге ие. Тағамға санарқұлақ қосатын болсақ, тұзды қолданбаса да болады. Д дәрумені ағзаға өнімдер арқылы түспейді. Ал бұл дәруменнің негізгі көзі санарқұлақ. Санарқұлақ құрамында Б дәрумені көп және селен, калий, бал, фосфор сынды басқа да дәрумендер бар. Алайда кейбірі сондықтан темірге де бай. Санарқұлақтағы ақуыздар мөлшері етпен салыстырғанда 3 есе, жұмыртқамен салыстырғанда 2 есе жоғары болады. Құрамында адам ағзасына пайдалы, күрделі және жеңіл сіңетін көмірсулар кездеседі. Санарқұлақ құрамындағы В1, В2 дәрумендері ағзадағы қан айналым процесін жақсартады.